Дайрабайдың ұрпағымын. 1914 жылы 18 мамыр айында Айдарлы совхозында көп балалы отбасында дүниеге келген. Әкесінің аты Қарабала, анасы Сұлушаш. Отбасында 4 қыз, 4 ұл тәрбиеленген. Мен Қарабалаев Бекзат, Қарабала ұлы Дайрабай атамыздың үлкен немересімін. Атамның жастық шағында шамамен 1931-32 жылы Ташкент қаласы Янгюл районында бауырлармен көшіп келген. Ол кезде көшпеген кезде ата-анасы дүниеден озған кезі. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына Янгюл районынан военкоматтан шақырылым түсіп соғысқа. Ағасы Мақатай, Ерман, інісі Бектай және өзі бауырларымен соғысқа шақырылып, 1941 жылы соғысқа аттанады. 1943 жылдың аяғы 44 жылдың басында снаряд жарықшағынан жараланып, атамыз госпитальға Мәскеу қаласына түседі. Сол жерден сауықтырып, 1945 жылы екінші топтағы мүгедек атанып, Ташкент қаласына қайтарылады. Майдан алдында әжеміз Айшоны әжемізбен отбасын құрған, соғыстан келгесін 4 ұл 4 қыз тәрбиелеген. Атамыз 1990 жылы қыркүйектің 2 жұлдызында о дүниеге аттанды. Қазіргі таңда атамыздан 39 немере, 92 шөбере тәрбиеленіп отырмыз.